Сәлем! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ақылды үй. Ең алдымен ақылды үй туралы мына видеоға назар аудар және мұқият тыңда. Бұл ақылды үй. Мұнда барлық құрылғылар автоматты түрде жұмыс жасайды. Мысалы, шамдар автоматты түрде жанады, өшеді. Үй автоматты түрде жылытылады. Есік электронды құлып арқылы ашылады. Сонымен қатар ауа тазартылады. Үйде және аулада сымсыз бейнекамера орнатылған. Ал үй иесі осы құрылғылардың барлығын мобильді қосымша арқылы басқара алады. Ең маңыздысы, үйде өрт немесе басқа да жағдайлар болса, автоматты түрде үй иесіне хабарлама келеді. Жарайсың. Ал енді ақылды үйге қатысты мына тапсырманы орында. Сөйлемдердің соңындағы етістіктерін анықта. Ақылды үйде шамдар автоматты түрде жанады, ашылады. Дұрыс, жанады. Келесі сұрақ. Үй автоматты түрде өшеді, жылытылады. Дұрыс, жылытылады. Келесі сұрақ. Есік электронды құлып арқылы ашылады, басқарылады. Дұрыс, ашылады. Келесі сұрақ. Ауа жылытылады, тазартылады. Дұрыс, ауа тазартылады. Келесі сұрақ. Сымсыз бейнекамера орнатылған, жанады. Дұрыс, орнатылған. Соңғы сұрақ. Үй телефон арқылы ашылады, басқарылады. Дұрыс, басқарылады. Ал енді келесі тапсырма. Диалогты мұқият тыңда. Әсел, сен ақылды үйде тұрғың келе ме, әлде қарапайым үйде ме? Ақылды үй адам өмірін жеңілдетеді, бірақ мен қарапайым үйде тұрғым келеді. Сен ше? Мен болашақта ақылды үйде тұрғым келеді. Себебі ақылды үйдің көптеген артықшылықтары бар. Ал сонда қандай артықшылықтары бар? Біріншіден, ақылды үй көптеген міндеттерді адам араласпай-ақ шеше алады. Яғни, барлық нәрсе автоматты түрде жұмыс жасайды. Екіншіден, үй өзі жылытылады және ауа тазартылады. Үшіншіден, барлық техниканы мобильді қосымша арқылы басқара аласың. Жақсы екен. Білесің бе, үйде және аулада бейнекамералар орнатылған. Қарапайым үйде бейнекамера орнатуға болады ғой? Иә, болады, бірақ ақылды үйде бейнекамералар сымсыз және үйге кірген адамды суретке түсіріп, фото есеп жібереді. Шынымен бе? Иә, сонымен қатар үй иесі басқа қалада отырып та үйді телефон арқылы басқарады. Жарайсың. Ал енді диалогқа қатысты мына сұрақтарға жауап бер. Әсел қандай үйде тұрғысы келеді? Дұрыс, ол қарапайым үйде тұрғысы келеді. Айнұр не үшін ақылды үйде тұрғысы келеді? Дұрыс, себебі ақылды үйде барлық техника автоматты түрде жұмыс жасайды. Келесі сұрақ. Ақылды үйдегі бейнекамераның қандай ерекшелігі бар? Дұрыс, ақылды үйдегі бейнекамера сымсыз орнатылған және үйге кірген адамды суретке түсіріп, фото есеп жібереді. Келесі сұрақ. Үй иесі үйді басқа қалада отырып, не арқылы басқара алады? Дұрыс. Үй иесі басқа қалада отырып, үйді мобильді қосымша арқылы басқара алады. Ал сіз қарапайым үйде тұрғыңыз келеді ме, әлде ақылды үйде тұрғыңыз келеді ме?
осы сұраққа жауап беріңіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кездескенше.